Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай керемет, дәмді, сүзбелі бәліш дайындайтын боламыз. Бұл бәліштің ерекшелігі 3-ақ жұмыртқадан дайындалады. Келесі рецепттерді менің каналымнан жіберіп алмас үшін осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге дайындап көруге шақырамын. Ең алдымен сүзбелі бәліштің қамырын дайындап аламыз. Ол үшін бізге қант, бөлме температурасында еріп тұрған сары май, жұмыртқа, ұн және қопсытқыш қажет болады. Тереңдеу ыдысқа бір жұмыртқаны және бөлме температурасында еріп тұрған 100 грамм сары майды саламыз. Одан кейін 5 ас қасық қантты салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Әрі қарай 200 грамм ұнның үстіне 1 шай қасық қопсытқышты салып, електен өткізе отырып, ұнды бірнеше бөлікке бөле отырып саламыз. Достар, келесі рецепттерді жіберіп алмас үшін осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қоямыз. Достар, мен ұнды 3 бөлікке бөліп салдым. Сіздер де солай жасасаңыздар болады. Біздің массамыз осындай болған кезде әрі қарай қолмен илейміз. Қолға жабыспайтындай жұмсақ қамыр болу керек. Егер сіздің қамырыңыз сұйықтау болып жатса, ұнды қорықпай қосуларыңызға болады. Ұнды қосқан кезде міндетті түрде електен өткізіп қосамыз. Достар, міне біздің қамырымыз осындай болу керек. Осындай кішкене бір бөлігін алып қоямыз, өйткені біз бәлішіміздің жиегін жасаймыз. Противенді майлап, противенге осылай қамырды қолмен жайып шығамыз. Кез келген пирог пісіретін ыдысты қолдансаңыз болады. Одан кейін міне пирогтың жиегін дайындауға кірісеміз. Осылай видеода көргендей етіп, пирогтың жиегін жасап шығамыз. Пирогтың жиегі жұқалау болғаны дұрыс. Осылай жасап болғаннан кейін шанышқымен түзулеп шығамыз. Достар, осындай керемет сүзбелі бәлішті сіздер де жасап көріңіздер. Дәмі өте керемет, бір жасағаннан шығады. Міндетті түрде менің рецептіммен дайындап көріңіздер. Дайын болған қамырды пирогтың салмасы дайын болғанша тоңазытқышқа салып қоя тұрамыз. Енді пирогтың салмасын дайындауға кірісеміз. Ол үшін бізге 400 грамм сүзбе, 5 ас қасық қант және 2 жұмыртқа керек. Осының барлығын блендерде салып, араластырып аламыз. Егер сіздерде блендер болмаса, бірінші шанышқымен езіп, одан кейін миксермен миксерлеп алсаңыздар да болады. Достар, келесі рецепті ең бірінші болып көру үшін осы каналға тіркеліп, осы видеоға лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Достар, мінекей біздің салмамыз дайын. Енді қамырымызды алып, осы салманы саламыз. Салманы салған кезде қасықпен немесе осындай лопаткамен бетін түзулеп жасап аламыз. Одан кейін 180 градуста 30 минутта пісіріп аламыз. Достар, пешіміз алдын ала қызып тұруы керек. Қараңыздаршы, міне өте қарапайым құрамнан тұратын біздің сүзбелі бәлішіміз дайын, өте керемет, жүп-жұмсақ. Пештен алғаннан кейін 40 минутқа немесе 1 сағатқа суытып қойып қоямыз. Суығаннан кейін барып кескен дұрыс. Достар, сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Бір жасағаннан ақ шығады. Дәмі керемет, дәмді. Балаларға да, отбасы мүшелеріне де қатты ұнайтыны сөзсіз. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Достар, қазір пирогтың дәмін көретін боламын. Енді жесең, енді дәмі ауызда ериді. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Келесіде менен қандай рецепт күтесіздер? Комментарий бөліміне жазуларыңызды сұраймын.